Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сотбекқызы. Бүгінгі видеода печеньемен жасалатын 10 минутта дайын болатын духовканың көмегінсіз торт жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, ауызда ериді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен шекер, су, какао, сары май және де бізге кез келген осындай печенье қажет болады. Мен осындай топленое молоко қолдандым. Кез келгенін қолдана аласыздар. Және де осы печеньемізді осындай керемет бөліктерге бөлетін боламыз. Қатты майдаламаңыздар. Осылай дәурек қылып бөліп тастайтын боламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Мінекей барлық печеньемізді осындай бөліктерге бөліп дайындап алдым. Енді сиропын дайындаймыз. Сиропына қантымызға какаоны қосып, екеуін араластырамыз. Мен астына описаниеға барлығының мөлшерін жазып қоямын. Сол мөлшермен жазсаңыздар өте керемет болып шығады. Және де ақырындап су құя отырып, осындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Яғни кішкене бір келкі болғанша, біздің отымызға қойғанша осылай сумен барлығын араластырып алыңыздар. Мінекей енді аз ғана жай оттың астына қойып, осылай араластырып отырыңыздар, асты жабыс қалмас үшін. Мінекей осы видеода көрсетілгендей, және де үстіне майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қайнатпаңыздар, ең бастысы кішкене қайнай бастаған кезде осылай араластырып, біздің майымыз ерігенше күтетін боламыз. Шетіне және де асты жабыс қалмас үшін бір келкі айналдырып отырсаңыздар жеткілікті. Астындағы от осындай болып тұруы қажет. Қатты шығармаңыздар. Ең бастысы қайнап кетпесін. Осылай біздің отымыздан алатын боламыз. Енді тез су үшін басқа табағымызға ауыстыруға да болады. Кішкене суығаннан кейін барып біздің печеньемізге құятын боламыз. Мінекей сиропымызды осы печеньеміздің үстіне құямыз, тура шоколадный сияқты. Дәмді болып шығады қазір. Араластырып, барлығын осылай бір келкі түс болғанша араластырамыз. Печеньеміз қатты езіліп кетпесін. Осылай араластырғаннан кейін біздің кез келген осындай формамызға салатын боламыз. Яғни қатыру үшін. Кез келген формаға болмаса табаққа салып қатырсаңыздар да болады. Бұл қатқаннан кейін өте әдемі формада болып шығады. Барлығын салып, осылай бетін тегістейміз. Яғни торттың беті секілді тегіс болу қажет. Тегістеп, енді холодильникке 30 минутқа жіберетін боламыз. Кем дегенде 30 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Енді бетіне жағатын кремін дайындаймыз. Мен осындай сливки кішкене ғана миксерлеп, оның үстіне сгущенканы қосып, осындай крем жасадым. Сгущенка мен сливкидің дәмі сондай дәмді керемет болып шығады. Сіздер тек қана шоколадты құйсаңыздар да болады. Кез келген пайдалана аласыздар. Мінекей қатты біздің тортымыз. Енді оның үстіне біздің дайындап қойған осы сливки мен сгущенкамызды қосып, және теп-тегіс етіп бетін жайып шығатын боламыз. Достар, кез келген қолдана аласыздар. Ақ шоколад, қара шоколад болса да күшті үйлесетін болады. Өз қалауларыңызша сәндейтін боласыздар. Мен осылай және де үстіне осы үйдегі бар конфетиктерді септім. Үй жағдайында жасап жатқандықтан өздеріңізде не болса соны пайдалана аласыздар. Конфетиктерден әдемі сәндік беру үшін жақсылап барлығын сеуіп, әдемілеп қойдым. Енді ақырында формамыздан ажыратып алатын боламыз. Формамыздан ақырын ажыратып алып, енді кесетін боламыз. Өте жұмсақ, қараңыздаршы, 10 минутта ғана дайын болады біздің осы тортымыз. Үй жағдайында жасасаңыздар, қонақ табан астында қонақ келе қалған жағдайда жасасаңыздар, өте керемет сәндік береді. Құры печеньеді қойғанша дәл осылай торт жасап қоятын болсаңыздар, достар, сөзсіз керемет болып шығатын болады. Дәмі деген ауызда ериді. Біздің балапандарымызға өте қатты ұнады. Неке қараңыздар, ақ болып. Бұның ішіне орех қосып жіберсеңіздер де болады, достар.
өз қалауларыңызша осы біз ганашымызды құятын кезде сиропын, сол кезде біздің орехтен кез келген мейіз болсын қосып жіберсеңіздер де керемет үйлеседі. Міне енді қараңыздар, жұмсақ сондай дәмін көретін боламыз. Дәмі сондай керемет, ауызда еріп кететін тұр ғой. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, достар. Балапандарыңызға печеньеден гөрі дәл осындай торт жасап беріңіздер. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.